pәні мұғалімі Құдайбергенова Дурия Абдуллаевна. Бүгінгі өтілген тақырыбымыз электр тоғы, тұрақты электр тоқтары бойынша жаңа әдіс тәсілдерді қолдану. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Құрметті оқушылар, бүгін біз физика пәнінен электр тоғы тарауы бойынша сабағымызды бастайтын боламыз. Ең алдыменен көңіл-күйлеріңізді біліп алайық. Көңіл-күйіңіз қалай, сабаққа дайынсыз ба? Жарайсыздар. Онда біз ең алғаш бірінші өзіңізге жақсы көңіл-күй сыйлай отырып топқа біріктіру әдісімен бастағым келіп отыр. Яғни біз бүгін арнайы клиппати сайт арқылы осында отырған оқушыларды 3 топқа біріктіргім келіп отыр. Оның үшін мен арнайы клиппати сайтыменен сендердің аты-жөндеріңді кіріктіріп қойдым. Бұл жерде әрбіреуінің аттарын тұрады, және де 3 топқа біріктіреміз. Бұл жерде 3 топқа біріктіру үшін 3 таймс дегенді басамыз, сонда бізде 3 топ пайда болды. Яғни Балгүл, Нұрислам, Балайым, Нұржан, Бауыржан бірінші топқа келіп отырайық. Екінші топта Ақбота, Индира, Гүлсара, Ақерке. Үшінші топқа Нұрай, Лаура, Жандос, Абдумаликова, Лаура. Үшінші топқа келіп жайғасайық. Бүгінгі сабағымызды дәл осы 3 топтармен бірге жұмыс жасайтын боламыз. Қанекей барлығымыз өз тобымызға келіп отырдық па? Онда біз келесі тапсырмаларды осы топ бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Енді әрбір топқа өзіміз топ басшыны сайлай отырып, тапсырмаларды естиміз, орындаймыз. Оқушылар енді бүгін жаңа тақырыпты біз арнайы клуб әдісіменен өтетін боламыз. Клуб әдісінде әрбір топқа тапсырмалар берілген. Бұл тапсырмалардан өздерің бір клубты таңдайсыздар, және сол жердегі сұрақтар мен есептерге жауап беретін боламыз. Бірінші топ Нұрисламның тобы. Қаны қай клубты таңдаймыз? Айтамыз. Үшінші клубты таңдаймыз. Онда үшінші клубты басамыз. Ал енді сендерге дәл осы есепті шығару үшін сендерге 1 минуттай уақыт берейік. Ол дегеніміз қуат 120 ватт теледидар 3 сағат жұмыс істегенде энергия шығын қанша тұратын болады. Сендерге тағы бір кішкене мүмкіндік, бұл жерде біздің неміз бар, шамымыз бар. Осы шамды басқан кезімізде бізге жәндегі қосымша ақпаратты беретін болады. Енді біз бұл ақпаратты 1 килобайтымыз сағатына 10 теңгеге тең екен. Ал бұны есептейікші. Отырып есептейміз. 1 минут уақыт бердім. Ал Нұржан енді жауабын айта ғой, қанша болатын болды? 20-ны 3-ке көйтіп, және оны 10-ға көйтіп, және де содан соң оны 10-ға көйтіп. Себебі бізді қуатымыз, жұмысымыз және тариф құны 10 теңге тең болғаннан кейін 3,16 теңге болды дейді. Ал жазып көрейік. 3,16. Жарайсын, құлпымыз ашылды. Біздегі тапсырмамызда бірінші топ дұрыс орындады. Жарайсыздар. Ал екінші тобымыз қай клубты таңдаймыз? Индира. Біз екінші клубты. Оқи ғой. Қалыпты жағдайда газ диэлектрикке жатады. Қандай жолмен одан ток өткізуге болады? Иә. Біз бұл жерде шамды пайдаланып көрейік. Енді бізде сілтеме берілді. Бұл сілтемеміз қайда алып барар екен. Ал енді сілтемеміз бізде арнайы желі торабына түсірді. Бұл жерде тақырыпқа кішкене ғана мазмұндама берілді. Ал ионизаторлар дегеніміз не екен? Ионизаторлар дегеніміз үйде наласын жасанды түрде аэрондармен электрмен зарядталған газ молекуласымен қарықтыруға арналған. Теріс аэронның қасиеті бар. Ол адамның организміне игі әсер етіп, жұмыс істеу қабілетін арттырады. Организмдегі оттегінің жетіспеуін азайтады. Ауырған адамның тезірек сауына көмектеседі. Енді біздегі жәндегі тақырыбымыз бойынша қандай екен? Жазып көреміз.
Ой, жарайсыздар. Дұрыс таптар. Ал, үшінші тобымыз, қай клубты таңдаймыз? Лаура, келе ғой. Бесінші клуб. Өткізгішті ағылшын тілде қалай аталады? Яғни бізде үштілділік бойынша терминология, терминдерді қалай табады екен? Өткізгіштік. Өткізгіштікті не дейміз? Қалай табамыз білеміз ба? Бұл жаңа термин, егер де жаңа терминді білмеген жағдайда біз бұл сайтпенен қалай жұмыс жасау керектігін көрейік. Бізде өткізгіштікті кондуктивити дейміз. Енді бұны не істейміз? Алып барып орнына қойып көрейік. Ой, жарайсыздар. Дәл осы әдіспенен біз не істейміз? Жәнегі терминдерімізді ағылшын, орысша аударып алуымызға мүмкіндік болады екен. Ал қайтадан біз бірінші топқа оралайық. Бірінші топты қай клубты таңдаймыз? Алтыншы. Так, зарядталған электрондар теріс зарядтан 10 каратқа қарай қозғалады. Электрондардың бұл қозғалысы не деп атаймыз? Үшінші топта жандос білеміз дейді, және бірінші топ. Біз шамды қолданамыз ба бірінші топ? Онда бірінші топ шамды қолданып көрсін. Бұл жерде біз қандай көмек болады екен? Яғни бізде YouTube каналымыз арқылы арнайы осы тақырыпқа, жаңа тақырыбымызға кішкене ғана не болады екен? Электр тоғы дегеніміз зарядталған электрондардың реттелген және бағытталған қозғалысы. Бұл тақырыпты айқындап ашып қарау үшін металл атомдарының құрылысын алып қараған жөн. Металл атомы оң зарядпен және оның айналасындағы электрондар теріс зарядпен зарядталады. Темірдің қатты күйінде оның электрондары ретсіз қозғалыста болады. Темірдің бойында электр өрісі пайда болған сәттен бастап оның электрондары реттеліп және бір бағытта қозғала бастайды. Зарядталған электрондар теріс зарядтан оң зарядқа қарай қозғалады. Электрондардың бұл қозғалысын электр тоғы деп атаймыз. Енді бізде электр тоғы, электр тағы не дейміз? Не деп жазамыз? Айтып жібереміз, Электр заряды. Өте жақсы, электр заряды дейді. Қан жаза ғой. Жандостың айтқаны дұрыс болады бізде. Дұрыс болды, Өте жақсы клубты аша білді. Бұл электр заряды еді. Ал енді екінші тобымыз қай клубты таңдаймыз? Бірінші клубты таңдаймыз. Ал бірінші клубта бізде қандай тапсырма бар екен? Есеп екен, оқи ғой. Электр қозғауыш күші 9 вольт батарея 3 орын сыртқы кедергімен тұйықталса, тізбекте 2 ампер ток пайда болады. Осы батарея қысқа тұйықталғанда ток күші неге тең? Ал 1 минут берейік, есеп болғаннан кейін есептеп көріңдер, Есептейміз. Басқа топтарда өзіміздің есебімізді шығарып көреміз. Тақырыпқа байланысты есептерді шығарамыз. Ал есепті шығарып болған болсақ, екінші топ жауабын жаза қояйық. Ақылтақаны тақтаға шығып жазып көріп. Дәл сол есебіміз дұрыс шыққан болса, құтымыз ашылады, Ой, молодец. Енді үшінші топта жандос келе ғой. Ең соңғы құлпымыз қалды. Қаны бұл тапсырмада бізде не қойылған екен? Оқимшы. Реостатта амперметрдің бір жағынан екінші жағына ауыстырып, салғанғанда оның көрсетуі өзгере ме? Өзгере ме? Иә. Иә немесе жоқ деген әдіс, бұл.
Sonымен өзіңіздің тобыңыздан сұрайықшы Лауралар басқа нәрсені айтып. Қаны Лаура? Өзгереді ме? Қателесіп тұрған жоқпыз ба? Иә деп жазып көреміз. Не болды? Бұл өзгермеді. Себебі бұл риясаттаған терметрдің бір жағынан екінші жағына ауыстырғанда оның көрсетуі өзгермейді, яғни жоқ деген жауап еді. Жоқ. Ал отыра ғой. Келесінде естерге болады. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты сендерге пысықтау тапсырмалары, яғни әрбір үш командаға кім көшбасшы топ екенін анықтауымызға арнайы сұрақтар қойдық. Бұл жерде яғни Flipparty сайты арқылы әрбір команда өзіне тұрақты электр тоғы, есептер, терминдер бойынша өзіне керекті ұпайларменен тапсырмаларға жауап берген кезде ұпайларын алатын болады. Ал онда бірінші топтан бастайық. Бірінші топ Бауыржаннан бастайық. Бауыржан келе ғой. Қай тұрақты электр тоғынан білесің ба, есептер ма, терминдер ма? Мен тұрақты электр тоғынан бар. Аха, қай? 200 тоннан. 200 балдан оқимыз. Өткізгіштің бұрышынан жинақтысына Q заряд тасымалданғанда электр өрісінің Қат-қарағасы. асқан. Өткен сабақтарды сабаққа келе отырып, яғни ойлана келе электр кернеу деп ойлаймын. Электр кернеу. Ал электр кернеу болса көрейік жауабын. Өте жарайсың. Онда біз өзінің ұпайын берейік, иә? Ал екінші топ. Гүлсара келе ғой. Терминдерден 200. Аха. Кернеу. Ағылшын тілінде кернеуді не деп атаймыз? Voltage. Қаны көреміз. Өте жарайсың. Тамаша. Үшінші топтан кім келе ғой? Лаура. Біз қайсыны таңдаймыз? Есептерден 300-ді таңдайды екен. Ал оқи ғой. Қай формуланы қолданды? Бірінші. Аха. 1 килоджоуль. Кило нешінші дәреже? Үшінші. Сонда оны дәрежеге келтірсек не болады? Мың және 1 бөлінген оның 3 дәрежесінде. Өте тамаша, дұрыс жауап берді. Ал бірінші топқа қайта оралайық. Бірінші топтан Нұржан келе ғой. Қайсыны таңдаймыз? Мен есептердегі 200 таңдаймын. Есептерден 200-дан оқи ғой. Әрқайсысының кешіресі 10-15 өткізгіш бір-бірімен тізбекте жанғанда жалпы кедергісі. Аха. Тізбекте кезінде кедергілер не болады? Тізбекте болған кезде қосылады, иә? Қосылады. Менің ойымша 50. 50 10-ға тең. Яғни біз тізбекте қосқан кезде барлық тізбектерді бір-біріне қосып, сонда бізде 50 болып шығады. Жарайды. Ал екінші топтан Индира келе ғой. Аха. Бұл қуат. Қуатты ағылшын тілінде power деп атайды дейді. Көрейік. Ой, жарайсың. Тамаша. Өзінің балын бере қояды. Сонымен үшінші топ Нұрай келе ғой. Терминдерден 100-ді таңдайды екенбіз. Тоқ дегеніміз current дейді. Көрейік. Өте тамаша. Бүгінгі сабақты жақсы түсінген екенсіңдер. Енді бірінші топ 400 ұпаймен, екінші топ 600, үшінші топ 400 ұпайменен болды. Екінші топ өте жоғарғы балды жоғары жинап жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ма сендерге? Жарайсыңдар.